Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Қарлығаш. Бүгін сіздермен B6, B12 дәрумендері жайлы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Таяуда ғалымдар банан қабықшасынан көңіл күйді жақсартатын гормон серотинді анықтады. Сондай-ақ қабықшада шел ауруы мен макулярлық дегенерацияның дамуына жол бермейтін лютеин көп екен. Сондай-ақ банан қабықшасында ішек жұмысын реттейтін өзек бар. Сонымен қатар оның құрамында магний, калий, А, С, В6, B12 дәрумендері ақуыз көп кездеседі. А дәрумені тістер мен жұмсақ тіндер үшін пайдалы болса, В6 дәрумені иммунитетті сақтап, ми мен жүректі қалыпты жағдайына жауап береді. Сондай-ақ ол қандағы қант құрамын реттеп, көңіл күйді жақсартады. Ал В12 дәрумені бас миы мен жүйке жүйесі үшін пайдалы болып шықты. Ендеше банан қабықшасының біз білмейтін пайдасына тоқталайық. Тісті ағартады. Кәдімгі тіс пастасымен тісіңізді тазалап болғаннан кейін тістеріңіздің үстін банан қабығының ішкі бөлігімен 2 минуттай сүртіңіз. Қабықтағы калий, кальций, магний, марганец және фосфор сынды минералдар тіске пайдалы әрі оны ағартуға септігін тигізеді. Жараны жазады. Бананның қабығының құрамындағы түрлі табиғи майлар мен ферменттер күннен күюден жараны тез жазатын қасиетке ие. Псориаз бен безеуді кетіру үшін бананның қабығын ішкі қабаты мен қабынған жерлерді сүртсеңіз, бірнеше күннен кейін өзгерістерді байқай бастайсыз. Достар, бүгінгі сіздерге дайындаған пайдалы ақпаратым ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Қарлығаш, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.